Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте оңай жасалатын ылғалды пирогтың рецептісімен бөліскім келіп отыр. Сүтке қант және сұйық май қосып, бәрін миксермен жақсылап араластырамыз. Бұл пирогтың ерекшелігі, басында жұмыртқаны қоспаймыз, соңғы жағында қосамыз. Үстіне ванильді қант және какао қосып, тағы да миксермен жақсылап араластырамыз. Осы шыққан массадан бір стақандай бөлек құйып аламыз. Ең соңында пирогтың үстіне құятын боламыз. Жұмыртқаларды қосып, миксермен жақсылап араластырамыз. Қопсытқыш және ұнды қосып, бір келкі болғанша араластырамыз. Кез келген формаға салып пісіруге болады. Менің формамның диаметрі 22 см. Астын сұйық маймен жақсылап жағып алдым. Көпіршіктері шығу үшін және бір келкі болып пісу үшін форманы үстелге кішкене ұрдым. Алдын ала 180 градуста қызып тұрған пеште 20-25 минуттай пісіреміз. Пирогтың дайындығын шпажканың құрғақ шығуынан білеміз. Пирог әлі жылы болып тұрған кезде керекті формада кесіп аламыз. Сосын алдында алып қалған сұйықтықты үстіне жақсылап құйып жағып шығамыз. Сұйықтық әбден сіңіп, пирог суығанша күтеміз. Қалауымызша әсемдейміз. Мен фисташкамен әсемдедім. Пирог өте дәмді, ылғалды болып шығады. Менің каналыма жазылып, лайк және комментарий басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған баршын, келесі видеоларда жүздескенше.